Қайырлы таң тілеймін оянған көрермен. Бүгін мен интернет қосымшалардан байқаған қателерді тізіп шығам. YouTube өз серіктестерін былай қуантады екен. Енді ақша таба, автор қолдауына жүгіне және тағыдан басқа әрекетті орындай аласыз. Филолог Назгүл Қожабектің дерегіне сүйенейін. Бірыңғай мүшелерді қысқарту, тавтологиядан арылу жөн дегенмен, көсемше тұлғалы етістікті бұлай жалғыз қалдыруға болмайды. Таба аласыз деген сөз тіркесі емес, күрделі етістік. Сондықтан екеуі бірге тұрғанда ғана сөйлем мүшесі бола алады. Қысқасы, таба деген сөзді жалғыз қалдыру өрескел қате. Сіздің артыңыздан такси, ал заттарыңыз үшін курьер. Бұл такси шақыратын қосымшадағы аударма. За вами деген сөзді артыңыздан деп тікелей аударғаны ғой. Сізге такси, заттарыңызға курьер десе түсінікті емес пе? Бұл қате енді бүкіл жерде өріп жүр. Бөлісу деген сөзге көмектес септігінің жалғауын байлап, таңып, матап тастадық. Әрине, бұл орысшадан тікелей аударудың жемісі. Поделиться чем-либо. Чем бөлсесің, болжамыңмен бөлсесің. Ал қазақта нені бөлсесің дейді, болжамыңды бөлсесің деп жауап береді. Әсеріңмен бөлс емес, әсеріңді бөлс. Наныңмен бөлс емес, наныңды бөлс. Кәмпитіңмен бөлс емес, кәмпитіңді бөлс. Солай кете береді. Құрметті көрермен, сауатты жазып сөйлеп үйренейік, біз оған лайықпыз.